Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз дүниетану сабағы. Бөлімнің тақырыбы мамандықтар әлемі. Сабақтың тақырыбы қандай кәсіби мерекелер бар? Осы сабақтар арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары. Зерттеулер негізінде кәсіби мерекелердің тарихын шығармашылық түрде таныстыру. Сен кәсіби мерекелер туралы білесің, кәсіби мерекелердің маңызын бағалауды үйренесің. Оқушылар, мереке дегеніміз қандай да бір оқиғаның құрметіне, естелігіне арналған мейрам күні. Белгілі бір салада қызмет етіп жүрген адамдардың құрметіне арналған кәсіби мерекелер ерекше орынға ие. Елімізде кәсіби мерекелерді көптеген мамандық иелері атап өтеді. Кез келген кәсіптің өзіндік маңызы бар. Әр маман иесі халықпен жұмыс істейді. Оқушылар, отбасында қандай мерекелерді атап өтесіңдер? Жарайсыңдар балалар. Мерекелерге ұлттық валюта күні, ұстаздар күні, ауыл шаруашылығы күні, кеншілер күні, медицина қызметкерлер күні, шекарашылар күні, мәшине жасаушылар күні және тағы басқа мерекелер күнтізбеде кездейсоқ пайда болған жоқ балалар. Мемлекетіміз осы сала қызметкерлерінің еңбегін ерекше бағалайды деген сөз. Олар еліміздің тарихынан сыр шертеді. Мәселен, құрылысшылар, геологтар, мұғалімдер, медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекелері Кеңес одағының кезінде пайда болған. Ал полиция күні, экологтар күні, ұлттық валюта күні мерекесі еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін белгіленген. Балалар, мерекенің өзі кәсіби мерекелер және мемлекеттік мерекелер болып екіге бөлінеді. Кәсіби мерекелерге нелер жатады екен? Ұлттық ұландар күні, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, алғыс айту күні, құрылысшылар күні, шекарашылар күні, білім күні, қарттар күні, мұғалімдер күні, ұлттық валюта теңге күні, Қазақстан халқы тілдерінің күні жатады екен. Ал мемлекеттік мерекелерге 1-2 қаңтар жаңа жыл, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, 22-23 наурыз мейрамы, 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні, 7 мамыр отан қорғаушылар күні, 9 мамыр жеңіс күні, 6 шілде Астана күні, 30 тамыз Конституция күні. Ал енді балалар, кәсіби мерекелер не үшін қажет? Өз кәсібіңнің маңызын сезіну үшін, үздіктерді марапаттау үшін, өзіңді біртұтас команда мүшесі ретінде сезіну үшін, өз саласындағы табыстар мен жетістіктерді білу үшін. Ал сенің пікірің қандай? Ал енді балалар, бірінші тапсырманы мұқият орындайық. Кәсіби мерекенің біріне арнап құттықтау ашық хатын жасаңдар. Ашық хаттың мәтініне сол кәсіби иелерінің қоғамға қандай пайда әкеліп жатқанын жазыңдар. Екінші тапсырмаларыңызда суреттер берілген, яғни ұлттық мереке күндерін қызмет атауымен біріктіріңдер. Келесі тапсырмаларыңыз мемлекеттік және кәсіби мерекелерді салыстырыңдар. Мемлекеттік мерекелер және кәсіби мерекелер. Мерекені өткізудің мақсаты не? Бұл мерекені кімдер атап өтеді? Бұл мереке ресми болып санала ма? Бұл күні демалыс күні ме? Ал енді балалар, өздеріңізді бағалап көріңіздер. Сабақ аяқталды.